Саламатсыздар ма оқушылар? 8-ші сынып дүние тарих пәнінен сабағымызды бастаймыз. 20-шы ғасырдың екінші жартысындағы Азия елдерінің даму ерекшеліктері бөлімінің Мао Цзедун мен Дэн Сяопин Қытайды қалай өзгертті тақырыбын оқып үйренеміз. Бүгінгі сабақта социалистік шаруашылық жүйесінің дамуындағы қарама-қайшылықтарды анықтаймыз, мемлекеттердің тарихи даму заңдылықтарын анықтаймыз. Оқушылар өткен тақырып бойынша германдық әлеуметтік нарықтық шаруашылық ерекшеліктеріне берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Әлемнің жетекші елдеріндегі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер еткен қандай факторлар? Жақсы. Дамушы мемлекеттердегі халықтың өмір сүру деңгейіне әсер еткен қандай факторлар? Өте жақсы. Людвиг Эрхардтың Германия экономикасын дамытудағы рөлі қандай? Жақсы оқушылар. Яғни нарықтық реформалар басталғаннан кейін 10 жыл ішінде Германия Федеративті Республикасы экономикалық ғажайыптың өрлеу шыңына қол жеткізді. Оқушылар, сіздер көріп отырған тұлға Мао Цзедун. Ол Қытайды қалай өзгертуге тырысты? 1946-1949 жылдары азамат соғыс кезінде Қытай коммунистік партиясы жеңіске жетті. 1949 жылдың 1 қазанында Қытай Халық Республикасы ресми түрде жарияланды. Қытай үкіметінің жаңа төрағасы Мао Цзедун болды. Мао Цзедун билікке келгеннен кейін Қытай Халық Республикасын жариялап, жаңа демократияны құру мақсатын айқындады. Партияның алдына көптеген міндеттер қойды. Қытайдың өндіріс дамыған күшті державаға айналдыру, аралас экономика құру, аграрлық реформаны жүзеге асыру, мемлекеттік сектор жеке кәсіпкерлікпен қатар жүруді міндеттеді. Мао Цзедун үлкен секіріс реформасының мәні экономиканы дамытуды жетілдетіп, 3 жылда Қытай коммунистік қоғамының негізін қалау болды. Мао Цзедунның кезеңінде Қытайдың ішкі және сыртқы саясатына тоқталатын болсақ, ішкі саясатта үлкен секіріс. 1957 жылы Қытайдың алғашқы 5 жылдығынан кейін Мао Цзедун Қытайдағы нағыз социализмді құрудың жылдамдығын арттыруға шақырды. Осыны жүзеге асыру үшін ол ауылдарда коммуналар орнатып, үлкен секірісті бастап жіберді. Жалпы бұқараны жұмылдыру ісі де осы кезден басталды. Үлкен секірістің нәтижесінде болат қорытудың және ауыл шаруашылық өнімдерін өндірудің көлемін 1957 жылмен салыстырғанда 2 есеге көбейту көзделді. Сыртқы саясатта 1950 жылдың 1953 жылға дейін Корей соғысы орын алды. Бұл соғыста Америка құрама штаты менен Кеңестер одағы Қытай Халық Республикасы жанама қатысушы ретінде болды. 1966 жылы Қытайдың өз ішінде мәдени революция қалыптасты. 1969 жылы Жалаңашкөл қақтығысы орын алып, Қазақ-Қытай шекара аумағында түсініспеушіліктер орын алды. Нәтижесінде келісім негізінде аяқталды. 1971 жылы Қытай Халық Республикасы Біріккен ұлттар ұйымының құрамына кірді. Үлкен секіріс жоспары нәтижесінде орасан зор экономикалық даму қарқыны орын алды. Бірақ үлкен секірісті жоспары күйреп, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығы өндірісінің қысқаруына ұшырады. Бүкіл ел ашаршылық шегіне жетті. Мао Цзедун осының әсерінен партия ішінде оппозицияға тап болды. Оппозицияға қарсы күресте мәдени революция науқанын бастады. Қытай коммунистік партиясына, халық үкіметі мен интеллигенциясына қарсы жүргізілген саяси науқан мәдени революция деп аталды. Мәдени революция барысында 5 миллионнан астам адам репрессияға ұшырады. Үлкен секірісті сынаған елдің сәтті дамуын басқа жолда көретін партия, мемлекеттік орган қызметкерлері, ғылым, әдебиет өкілдері қатаң сыналып қуғынға ұшырады. 1976 жылы 9 қыркүйекте Қытай коммунистік партиясы орталық комитетінің төрағасы Мао Цзедун қайтыс болды. Бірақ ол Қытайды терең дағдарысқа қалдырып кетті. Мао Цзедунның қайтыс болуымен билік үшін күрес шиеленісті. Бұл күресте мәдени революцияның құрбаны болған Дэн Сяопин және оның жақтастары жеңіске жетті. 1978 жылдан 1990 жылдардың басына дейін Қытай Халық Республикасының басшысы Дэн Сяопин болды. Оның басқару кезінде аралас экономиканы құруға бетбұрыс жасалды. Нарықтық механизмдерді пайдалану, шетел капиталын тартуды қарастырды. Оның жүргізген реформалары коммуналарды таратты, ауылдардағы кооперативтік құрылымдарды жою, отбасылық мердігерлікті құру, өнеркәсіпті қайта құрылымдау, ұсақ кәсіпкерлік бизнеске қолдау көрсету болды.
Ден Сяопиннің тұсындағы ішкі саясат. 1978 жылы желтоқсан айында өткен Қытай Компартиясы орталық комитетінің 3-ші пленумында Ден Сяопиннің жаңа бағдарламасы қабылданды. Онда социализм жайында ел экономикасын нарықтық қарым-қатынастарға көшіру идеясы негізделді. Бағдарламада ел экономикасын дамытудың 3 кезеңдік тұжырымдамасы бекітілді. Реформа алдымен ауыл шаруашылығында басталып, шаруаларға үкімет тарапынан қызу қолдау көрсетілді. Кейін ауыл шаруашылығындағы реформаның тәжірибесі қорытындылана келе, қайта құрулар толқыны қалаға қарай ойысты. Нәтижесінде 20 ғасырдың 80 жылдарынан бастап Қытайды экономика тез қарқынды түрде дами бастады. Ден Сяопиннің сыртқы саясаты. Ден Сяопин енді елдің шет елдермен қарым-қатынасын жан-жақты кеңейту мәселесін көтерді. Осы мақсатта арнайы ашық экономикалық аймақтар құрылды. Ашық есік саясаты ел экономикасының даму қарқынын одан әрі жетілдірді. Қытайдың тұтастығын қалпына келтіру үшін ол нақты жағдайды ескере отырып, бір мемлекет, екі құрылым деген тұжырымдама ұсынды. Бұл саясатта өз жемісін беріп, 1997 жылы 100 жылдан аса ағылшын отары болған Гонконг аралы Қытайға бейбіт түрде қайтарылды. 1989 жылы өз өтініші бойынша зейнеткерлікке шыққан Ден Сяопин 20 ғасырдағы Қытай реформасының атасы болып қалды. Ол өмірінің соңына дейін бас ақылшы ретінде елдегі саяси және қоғамдық істерге араласып отырды. Оқушылар, енді талданған және алған мәліметтеріміз бойынша жинақтау үшін төмендегі тапсырмалармен жұмыс жасап көрейік. Бірінші тапсырма бойынша кестенің оң бөлігіне Қытай көшбасшыларының жүргізген саясатының тиімді және тиімсіз тұстарын жазамыз. Жақсы, оқушылар енді дұрыс жауапты қарап көрелік. Мао Цзедунның жүргізген саясатының тиімді тұсы Қытай Халық Республикасының негізі қаланды, Қытайды өндіріс дамыған мықты елге айналдыруды көздеді, коммунистік партияның тез қарқынды дамуына бет алды. Оның жүргізген саясатының тиімсіз тұстары: елде ашаршылық жайлады, Қытай дағдарысты жағдайда қалды, 20 миллионнан астам адам жұмыссыз қалды. 100 миллионнан астам адам ашаршылық жағдайында болды. Азық-түлік өндіру халық өсімінен төмен болды. Ауыл шаруашылығы артта қалды. Елде сталиндік тәртіптің сипаты көрініс алды. Қажетті заттар карточкалық жүйеде берілді. Екінші көшбасшы Ден Сяопин. Ден Сяопиннің жүргізген реформасының тиімді тұсы: аралас экономиканы құру, өнеркәсіпте тұрмыстық техникалар көбірек өндірілетін болып, шаруалар артық өнімдерін саудалай алды. Өнеркәсіп 11%-ға өсті. Қытай су және минералды ресурстарға бай болды. Бұл өнеркәсіпті дамыту үшін тиімді шикізат қорын құрады. Оның жүргізген саясатының тиімсіз тұсы: әкімшіл жүйе нарықтың кең қанат жаюына кедергі болды, халық арасында ішінара болсын толқулар болып, демократия талап етілді. Оқушылар, енді екінші тапсырмаға назар аударайық. Берілген бос ұяшыққа төменде көрсетілген даталарды тиісінше орналастырыңыз. Жақсы, оқушылар, енді дұрыс жауаптарды тексеріп көрелік. Яғни, үлкен секіріс саясаты 1958 жылы жарияланды. Қытай Халық Республикасы Біріккен ұлттар ұйымының құрамына 1971 жылы қабылданды. Мәдени революция 1966 жылы орын алды. Өте жақсы. Оқушылар, бүгінгі алған біліміміз бойынша кері байланыс жасап көрейік. Яғни, бірінші бағанға бүгінгі тақырып туралы не білесің? Екінші бағанға бүгінгі тақырып туралы не білдің? Үшінші бағанда бүгінгі тақырып туралы не білгің келеді? Осы туралы толтырамыз. Өте жақсы, оқушылар, бүгінгі тақырыптан кең көлемде мағлұмат алдық деп ойлаймын. Мао Цзедун мен Ден Сяопин Қытайды қалай өзгертті оқу тапсырмасын орындаймыз. Қытайлық ерекшелігі бар социализмнің мәнін анықтаймыз.